Баршаға қайырлы күн. Есімім Темірлан Мұкашев. Мен қазір Ангараға келіп тұрмын. Бұл Отеллоның әлем чемпионаты 47-ші Отелло болып жатыр. Бірақ мен өмірімде алғаш рет қатысайын деп жатырмын осыған. Ертең басталады, бүгін регистрация, және мына жерде өзіміздің қаракөз қазақтарымды көріп қалып, жақындап танысып, міне Жанаргүл ханым бұл жерде Отеллоны жаңадан үйреніп жатыр екен. Мен болсам, мысалы, Отеллоны алғаш рет 2014-те ойнадым. Онлайн ойнап, карантинде көп ойнадым. Енді 11 жыл бойы үзбей емес, арасында 1-2 жыл салып, солай бірнеше ай ойнаймын, бірнеше ай ойнамаймын дегендей, осы оймен былайша айтқанда 11 жыл болды танысқаныма. Және былай қазір онлайн ойнап жүрем. 90% ойындарды, 95% ойындарды ұтып жүрмін. Және мына жаққа келіп, өз күшімді сынайын деп жатырмын. Мүлде елестетпей тұрмын менің деңгейім қандай екенін. Және мен өмірімде алғаш рет осындай үстелдегі физикалық тұрғыдағы тақтайға, осы фишкаларға алғаш рет қолымды тигізіп жатырмын. Өйткені бұған дейін 11 жыл бойы тек қана онлайн телефонда, компьютерда ғана ойнадым. Енді мұнда бірінші рет мені Жанаргүл ханыммен тақтайда ойнадым. Енді тақтайды басқаша ма, кішкене қиынырақ па, ал телефонда ана жерде барлығы бірдей тұрады, мына жерде кішкене жылжып кетеді, көзді алдайды деген сияқты заттар бар. Сонымен қатар телефонда ойнағанда сен қай жерге бара алатының көрініп тұрады дегендей, ал мұнда ештеңе көрінбейді. Көрерміз қалай болатынын. Рахмет.